Сәлеметсіздер ме, тіл үйренушілер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз есімдік, местоимение. Жалпы есімдік дегеніміз не? Есім сөздердің орнына жүретін сөз табы есімдік деп аталады. Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количество, но не называет их. Есімдік заттың өз атауын да, белгісінің, санның да атын білдірмейді. Тек соларды нұсқап, меңзеп көрсетеді де, солардың орнына қолданылады. Жалпы есімдіктер мағынасына қарай 7 топқа бөлінеді. Разряды местоимений. Жіктеу есімдігі, личное местоимение. Мұна тірек сызбаға назар аударсақ, бұл сызбада жіктеу есімдіктерінің түрлері берілген. Жалпы жіктеу есімдігі дегеніміз не? Белгілі бір жақтық ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктің түрі жіктеу есімдігі деп аталады. Жіктеу есімдігі мен, я, сен, ты, сіз, вы, ол, он, она, оно, біз, мы, сендер, вы, сіздер, вы, уважительная форма, множественное число, олар, они. Сұрақтары, вопросы, кім, кімдер, кто, не, нелер. Келесі есімдіктің түрі бұл сілтеу есімдігі, указательное местоимение. Сілтеу есімдіктері меңзеу, нұсқау, көрсету мағыналарын білдіреді. Бұл осы, мына, мынау. Это, этот. Сол, ана, анау. То, та, тот. Міне, вот. Әне, сонау. Вон тот, та. Сұрақтары қай, қайсы. Мысалы, например, мен мына кітапты оқыдым. Я прочитал эту книгу. Бұл жерде сілтеу есімдігі мына деген сөз. Яғни, меңзеу, нұсқау, көрсету мағыналарын білдіріп тұр. Келесі есімдіктің түрі бұл сұрау есімдігі. Вопросительное местоимение. Атынан айтып тұрғандағыдай, сұрау есімдігі жауап алу мақсатымен сұрау мағынасында қойылған сұрақтар сұрау есімдігі болады. Сұрау есімдігі вопросительное местоимение применяется с целью получения ответа. Мысалы, мұражай қайда орналасқан? Где находится музей? Сенің атың кім? Как тебя зовут? Енді сұрау есімдіктеріне назар аударайық. Кім, кто, не, что, қайда, где, куда. Қашан, когда. Қай, қандай, какой. Нешеу, сколько. Неше, қанша, сколько. Қайдан, откуда. Қалай, қайтып, как, каким образом. Қайсысы, который. Нешінші, который, какой, по счету. Өздік есімдігі, возвратное местоимение. Өздік есімдігіне әр тұлғадағы өз деген бір ғана сөз жатады. Өз есімдігі тәуелдеулі, көптеулі, септеулі түрде қолданылады да, жіктеу есімдіктерінің немесе зат есімнің орнына қолданылады. Өз, свой. Бірінші шақта өзім, я сам, сама. Өзің, ты сам, сама. Өзіңіз, вы сами, уважительная форма. Үшінші шақта третье лицо өзі, он сам, она сама. Көпші түрі множественное число. Өзіміз, мы сами. Өздерің, вы сами. Өздеріңіз, уважительная форма. Вы сами. Өздері, они сами. Мысалы, өз үйім, свой дом. Ол өзі жазды. Он сам написал. Сен өзің білесің. Ты сам знаешь. Белгісіздік есімдігі затты, сандық белгіні, сан мөлшерді белгісіз етіп жорамалдап, тұспалдап көрсету, мәнін білдіретін есімдіктің түрі белгісіздік есімдігі деп аталады. Неопределенное местоимение. Біреу, кейбіреу, әлдекім, кто-то. Әркім, каждый, относительно к человеку, әркім. Әлде қандай, какой-то. Әлде қашан, когда-то. Біраз, немного. Бірдеме, что-то. Әлде қайда, где-то, куда-то. Бірнеше, несколько. Кей, кейбір, тағы басқа, некоторые. Қазақ тілінде белгісіздік есімдігі мына жолдармен жасалады. В казахском языке неопределенные местоимения образуются следующими способами. Бірінші, путем прибавления вопросительным местоимением слова әлде. Әлде кім, кто-то. Әлдене, кое-что. Әлде қайда, где-то. Әлде қандай, какой-то. Второе, путем прибавления вопросительным местоимением слова бір, один. Кейбір, некоторый. Бірнеше, несколько. Әрбір, каждый. Сұрақтары кімне, қанша, қашан, қалай, қай, тағы басқа.
Келесі есімдіктің түрі бұл жалпылау есімдігі. Жалпылау, жинақтау мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі жалпылау есімдігі деп аталады. Жалпылау есімдігіне бәрі, барлық, барша, бүкіл, күллі, түгел, тегіс деген сөздер жатады. Жалпылау, жинақтау мағыналарында қолданады. Бәрі, все, барша, бүкіл, күллі, барлық, весь, түгел, тегіс, полностью. Мысалы, барлығы үйге келді. Все пришли домой. Келесі түрі бұл болымсыздық есімдігі. Болымсыздық мағынаны білдіретін есімдіктің түрі болымсыздық есімдігі деп аталады. Болымсыздық есімдігі, ona тірек сызбаға назар аударсақ, ешкім, никто, ешқайда, никуда, ештеңе, дәнеңе, еш нәрсе, ничего, ешбір, ни один, никого, ничего, ешқандай, никакой, ешқашан, никогда, ешқалай, никак, ешқайсысы, никто из них. Сұрақтары: кім, не, қайда, қашан, қандай, қайсы, тағы басқа. Болымсыздық есімдігі, отрицательное местоимение, используется в роли отрицаний. Мысалы, ешкім отырған жоқ. Никто не сидит. Жалпы сіздермен бүгін есімдіктің түрлерімен қысқаша таныстық. Құрметті тіл үйренушілер, жоғарыдағы тірек сызбаларға, кестелерге назар аударып, қайталап шықсақ, түсінікті болады деген ойдамын. Сонымен бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше амандықта болыңыздар.